Біздің бомберіміз дәл осындай болып шықты. Жеңі ұзын, жеңіл, жаздық киетін бомбер. Қыздар, бомбер мастер-классын бастаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар: мен осындай кружевной мата алдым, жеңіл, жазға кешкісін кие беретін. Сосын оған түстес етіп жіп алдым. Кейін мына жерде менде кішкене дублирин, ол бомбердің жағасына түстес жіптер. Сосын мынау 2 сантиметрлік резина. 2 сантиметрлік резинаны мен бомбердің жеңіне алдым. Мына жерде 4 сантиметр резина. Бұны бомбердің етек жағына қолдануға алдым. Және бізге ең маңыздысы біздің лекаламыз болады. Қыздар, ең алдымен лекаламызды дайындап аламыз. Ол үшін осы лекаланың міне бірінші бетінен бастап дәл осылай құрастырылатын болады. Мына бірінші бетінде 5-5 деген форма бар. Осы бізде енінен де ұзындығынан да 5 болу керек. Квадрат бізде 5 болып шығу керек. Сонда біздің лекаламыз дұрыс болады. Енді ең алдымен мынаны бұлай қойып, мына жағын, мына қайшының суреті тұрған жерден бұлай қырқып алып тастаймыз да, одан кейін мына екі үшбұрыштыны бір-біріне жалғап, скотчтап немесе клейлеп, осылай лекаламызды дәл осы парақтағыдай етіп құрастырып аламыз. Міне біз лекаламыздың үстіңгі бөлігін толығымен құрастырып алдық. Міне мына жерде алдыңғы бой, артқы бой, ана жерде несі, стойка воротнигі, мына жерде манжеті. Енді мынаны жеңді құрастыру қалды. Осыны енді айналдырып отырып, мынаны сызықпен айналдырып отырып қырқып шығамыз. Лекаламызды дайындап алдық. Мына жерде бізде артқы бой бізде тұтас кесіледі. Екіншісі бізде алдыңғы бойдан 2 дана кесіп аламыз. Мына жерде қолдан да 2 дана кесіп аламыз. Жеңіміз. Жеңге манжет. Мына жерде астына резинка қадалынатын манжет. Және мына жерде біздің стойкамыз болады. Енді осыны матаға қойып пішіп аламыз. Міне матамызды стол бетіне жайып аламыз да, одан кейін мына оң жақ беттерін бір-біріне беттестіріп, дәл осылай беттестіріп, үстіне лекаламызды қойып айналдырып пішіп шығамыз. Ең алдымен артқы бөлікті пішіп шығамыз, сосын алдыңғы бөлікті, жеңді, сосын манжеттерді пішіп аламыз. Міне біз матамызды қырқып алдық. Мына жерде жең бөлігінен 2, алдыңғы бойдан 2 қырықтым, арқасын тұтасымен қырқып алдым. Одан кейін бізде стойка жағаға осындай дублеринін қосып бірге қырықтым. Мына жақтағы манжеттеріне де дублерин қосып қырықтым. Дәл осылай. Мата жұмсақ болған кейін дублерин қосып қырықтым. Арасына резинка қосамыз, сол кезде бәрібір резинкамыз ақ болып тұрады. Сол үшін мына жерден дублерин қостым. Мына дублерин бізде айварисет. Дәл осылай шықты. Енді біріктіріп тігеміз. Ең алдымен біз алдыңғы бой мен артқы бойдың иықтарын теңестіріп шығамыз. Бұл жерде бізде мына жерде оң жақ беті мен оң жақ бетін бір-бірінің үстіне қойып, иықтарына тігіс жүргізіп шығамыз. Мына жерінен бір тігіс, мына жағынан бір тігіс жүргізіп, сосын оберлоктап аламыз. Иықтарын тігіп, дәл осылай оберлоктап алдым. Енді мына иықты артқа қарай жатқызып үтіктеп аламыз. Мына иығымызды үтіктеп алдық. Иығымызды артқа қарай үтіктеп алдық. Енді оң бетіне қаратып, жеңімізді айналдырып тігіп шығуымыз керек. Мына оң бетіне қойып, мына жеңімізді оң жақ бетін. Жеңімізді дәл осының ортасынан белгілеп, булавкамен қыстырып, айналдыра тігіп шығамыз. Жеңімізді булавкамен қыстырып шығамыз. Бір бетін осылай қыстырып алдым. Енемен осыны 0,1 сантиметрмен мына жерден бетіп тігіп шығамыз. 0,1 сантиметрмен былай тігіп шығып, сосын оберлоктап аламыз бұны да. Екінші жағында дәл осылай тігіп аламыз, сосын оберлоктап аламыз. Жеңімізді тігіп алдық, оберлоктап алдым. Енді осыны мына тігісті төменге қарай жатқызып отырып, үтіктеп шығамын. Төменге қарай жатқызып үтіктеймін. Сол кезде осындай аккуратно болып шығады. Сіздерде төменге қарай жатқызып үтіктесеңіздер болады. Қыздар, біз жеңді орнатып алдық. Жеңіміз дәл осылай болып шықты. Енді осыған жеңіміздің астыңғы бөлігін тұтасынан тігіп шығамыз. Ол үшін біз мынау екі жанын бар ғой, бір-біріне үстіне қойып, мынау иық тігістерін бір-бірінің үстіне қойып, булавкамен қыстырып аламыз.
қолтық астын дәл осылай қыстырып шығамыз. Екі жанын да тігіп аламыз, сосын оверлоктап аламыз. Міне біз былайдан мынау жеңді ұзына бойы тігіп шығамыз. Сосын мынау алдыңғы бой мен артқы бойдың жанын ұзына бойы тігіп оверлоктап шығамыз. Міне біз екі жанын тігіп алғаннан кейін осы жерден біздің бомберіміз почти дайын болып қалды. Міне ішкі жағынан осылай көрінеді. Мына тігісті артқа қарай жатқызып үтіктесеңіздер әдемі болып тұрады. Енді біз манжеттерін істейміз. Ол үшін дублерин деп алайық бірінші. Қыздар, мен мынау бір манжетті, жең аузындағы манжетті дублерин жабыстырып алдым. Енді сіздерге екіншісін көрсетейін. Мына жерде біздің матамыз, кружево матамыздың оң жақ бетін былай қағаздың үстіне қойып, оның үстінен мынау клей бар дублеринді былайдан қоямыз. Клей бар дублерин мынаның теріс, матаның теріс бетіне қарай жапсады. Осылай қойып аламыз да үтікпен үтіктейміз. Міне біздің жең аузына тиетін манжетіміз дайын болды. Артық жерлерін бәрін қырқып тастаймыз. Енді біз дәл осылай жең аузын істеп алдық. Енді ұзына бойы астына тігілетін манжетті дәл солай, бомберіміздің астына тігілетін манжетті дәл солай үтіктеп аламыз. Дублерин деп. Стойка жағамызға да осындай дублерин деп аламыз. Оны да формасын ұстап тұру үшін. Дублериннің артық жерлері болса, кейін қырқып тастап отырасыздар. Мен екі жағына да дублерин деп жатырмын. Міне біздің барлық детальдарымызды, дублерин дейтін детальдарымыздың бәрін дублерин деп алдық. Мынау жең аузына манжет, мынау бомберіміздің астыңғы жағындағы резинасының манжеті, мынау біздегі стойка жағамыз. Осының артық жерлері болса қырқып тастаймыз, сосын тігуге кірісеміз. Енді мынау жең аузындағы манжетті тігіп алайын деп тұрмын. Ол үшін бізге резинаны өлшеп алу керек. Резинаны білегімізді айналдырып отырып, кішкене бостау етіп өлшейін деп жатырмын. Негізі 16 сантиметр дейді. 16 сантиметр охват запястья 44 размерде 16 сантиметр болады екен. Бірақ мен 16 сантиметр емес, одан кішкене кеңірек жасағым келіп тұр. Осылай свободно тұру үшін. Примерно осындай алдым. Енді осыны керек жерінен қырқып аламын. Мына резинамызды алып, осы жерін бір-бірінің үстіне қойып, біріктіріп аламыз. Міне бізде біріккен резинамыз осындай болады. Енді осыны кружевамыз бар ғой, жеңге қоятын, соның да екі жанын осылай ұзына бойы тігіп аламыз. Ұзына бойы тігіп алдық. Енді осы жерінен ашып жаңағы резинамызды кигіземіз. Дәл ортасынан кигізіп, резинаны тігіп кетпей, мынаны айналдырып тігіп шығамыз.
міне біздің жең аузына тігілетін манжетіміз осымен дайын болды. Қолымызға киіп көреміз. Қолымыз оңай айналуы керек. Міне біздің дайын болған манжетімізді енді жең аузына қондыруымыз керек. Ол үшін біздің жеңіміз кішкене бұдан үлкенірек. Сол үшін жеңімізді кішкене ғана, көп емес, кішкене ғана бір сборкаға жинап жібереміз. Қатты жинамаймыз, кішкене ғана мынаны тартып отырып тіккен кезде, чтобы бірдей болу үшін. Сосын мына жерде менің резинам 2 сантиметрлік резина болды. Сіздерде 2,5, 3,5 болатын болса, мынаның артық жерлерін кесіп тастасаңыздар болады. Қазір осы жерден 1 сантиметрін алып қалып 0,5 кесіп тастасақ болады. Мына жерде мен жеңімді тігіп алдым. Енді осыдан бір жігін тартып отырып, шамал ғана сборка жасаймыз. Қатты істемейміз. Шамал ғана. Сборка жасап алдық. Енді осыған қатты білінбейді да негізі. Мынаны тартып өлшеп көреміз. Өлшеп көрген кезімізде біздің манжетіміз екеуі бірдей болып шығу керек. Енді манжетіміздің дәл ортасынан белгілеп аламыз мына жағын. Мына жағын белгілеп аламыз. Енді жеңімізді де дәл солай дәл орталарын белгілеп шығамыз. Енді осының мына тігіс түскен жерлерін бір-бірінің үстіне қойып, қараңыздар. Мынау оң жақ бетімен тігіс түскен жағын аламыз да дәл осылай булавкамен қыстырамыз. Енді мына жақта белгілеп алған жерімізді қыстырамыз. Дәл осылай инемен қыстырып алғаннан кейін осыны былай тартып отырып бір тігіс жүргізіп шығамыз. Инемен қыстырып алғаннан кейін жеңімізді былай тартып отырып тура жаңағы тігістің үстінен тағы бір рет тігіп шығамыз. Біз резинаны тігіп кетпеуіміз керек. Оң қаратқан кезімізде осылай болып шығады. Енді осыны тігіп алған жеңімізді артық жіптері болса қырқып тастап, іш жағынан артық жерін қырқып тастап, мына жерін қазір көрсетейін. Міне, осынша бізде артық болып тұр ғой, осыны қырқып тастаймын да қазір. Мына жерден осынша қалдырып, оверлоктап аламын. Сонда біздің жеңіміз өте аккуратно, әдемі болып шығады. Міне біз жең аузын оверлоктап алдық. Енді оң қаратқан кезде бізде осындай аккуратно әдемі болып шығады. Келесі жеңді де дәл осылай істеп аламыз. Манжетін тігеміз астына. Ол үшін бізге мына оң жақ бетіне манжетімізді оң жақ бетін екеуін бір-бірінің үстіне қойып, булавкамен қыстырып, ұзына бойы тігіс түсіріп шығамыз. Сосын самогон тігуге кірісеміз. Әртүрлі қылып істеп көрдім, бірақ сіздерге оңайырақ болсын деп осылай істеп көрейін деп шештім. Ұзына бойы булавкамен қыстырамыз да, одан кейін осы жерді қыстырылған жерін 1 сантиметрден тігіп шығамыз. Екеуін ашып отырып тігеміз. Дублирінен 1 сантиметрден қырқып алып, сосын мынаны теріс бетіне, бомберіміздің теріс бетіне осылай үтіктеп шығайын деп тұрмын. Қалай болатынын білмеймін. Замок, чтобы қисайып кетпес үшін ютубтан көрдім менде лайфхак сіздерге. Істеп көріңіздер, қалай шығады екен. Міне біз замогымызды тігеміз. Ол үшін
басталуы осы жерден басталады. Осы жерден қайырылып тігіледі. Замокымызды ашып алайық. Оң жақ беті мен матамыздың оң жақ бетін екеуін бір-біріне беттестіріп отырып, осы жерден мына белгілеген жерімізге ұшын қоямыз. Сонымен булавкамен қыстырамыз бұл жерде. Замогымызды дәл осылай оң жақ беттерін бір-біріне беттестіріп алып, инемен қыстырып шығамыз. Сосын мына жағын, мына төменгі жағын былай жоғарыға қарай қайырып, осы жерінен тағы инемен бір қыстырып шығамыз. Енді мына жоғары жағынан бастап, ұзына бойы бір тігіс түсіріп шығамыз замогымыздың алдына. Мынау аяқ жағында мына тігісті ішке қарай, мына жағында ішке қарай қайырып отырып, осы жерін дәл осылай тігіп аламыз. Сонда біздің замогымыз әдемі аккуратны болып шығады. Тігісіміз көрінбей. Мына бір жақ замокты осылай тігіп шықтым. Артық жерін кесіп тастаймын. Сосын мына жерден осылай болып шықты. Іш жағы. Енді келесі замокты тігіп шығамын. Келесі бетінде дәл солай тігіп шығамыз. Мына біздің замогымыз тігілді. Үстінен бір үтіктеп алдым. Сосын мына жерден 0,5 пен бүйтіп түзу сызық жүргізіп шығамын. 0,5 пен замоктың үстінен. Сонда замогымыз ашылған кезде бері қарай шығып кетпейді. Сол үшін үстінен тігіс түсіріп шығамын. Сосын мына жердегі артық жерін қырқып тастап, сосын плоскогубцияның көмегімен мына жердегілерін алып тастаймын. Жоғары жақтарындағыны алып тастаймын. Замогымыз тігіп алғаннан кейін мына жерінде резина салып тігуіміз керек астын. Сол үшін мына тігісті жаңа жалғап алғанбыз, осыны төменге қаратып үтіктеп шығамын. Сосын мына жағынан былай 1 сантиметрден былай қайырып, тоже үтіктеп аламын. Полный үтіктеп аламын да, чтобы оберлок салып кеп тұрған жоқ осы жеріне, и арасына резина салып тігу үшін. Мынаны төменге қарай үтіктеймін. Сосын мынаусын былайынан жауып, үстінен тағы үтіктеп шығамын. Тіккен кезде оңай болу үшін. Мына былайынан үтіктеп алған кезде мына аккуратно әдемі болып шықты. Енді осының арасына белімізді өлшеп аламыз. Белімізді өлшеп, сосын сол өлшемнен бір 3 сантиметр алып тастаймыз. Қатты қысып тұрмау керек. Бомбердің белі 3 сантиметрдей алып тастаймыз да, сосын барып осы жерге тігіп шығамыз. Міне, біз дәл осылай жасап алдық, үтіктеп, астын, алдын бәрін біріктіріп алдық, дәл осылай. Енді осының арасына мына резинамызды тігіп шығамыз. Тартып отырып. Осы жерден арасына салып отырып, мынау теріс жақ бетінен емес, мынау оң жақ бетінен мына жерден 0,5 мм жүргізіп шыққым келіп тұр, чтобы мына жақтан түсіргенмен мына жағын қисайып қалмау үшін дәл осы оң жақ бетінен түсіргім келіп тұр. Резинаны тігіп жібермейміз. Резинаны мына бас жағын осылай салдық қой. Сосын осы жерінен, осы салған жерімізден мына жаққа тақай отырып, осы жерден бір-екі былайнан тігіс жүргізіп бастырып аламыз, резинамыз жылжып кетпес үшін. Міне қараңыздар, міне мен дәл осылай тігіп алдым. Енді мұның сырт жағына мына резинаны ішіне салып отырып, резинаны тігіп кетпейміз. Мына оң жақ бетінен осы жерден 0,5 сантиметрмен жүргізіп шығамын. Сол кезде мынау біздің тігісіміз аккуратно әдемі болып көрінеді. Осы жағынан да мына жерден 0,5 тігіп алдым ғой. Енді мынау келесі іш жағынан салып, дәл солай 0,5 пен жүргізіп шығамыз. Сосын резинкамызды тартып отырып тігіп аламыз. Міне біздің бомберіміз дайын болып қалды. Астыңғы жағын осылай обработка жасадым. Дәл осылай шықты. Енді мойнына стойка жағамызды тігетін боламыз. Міне мынау үтіктеп алғаннан соң екеуін бір-бірінің үстіне қойып, осыны айналдырып тігіп шығамын. 1 сантиметрден қойып айналдырып тігіп шығамыз. Дәл осы міне тігіп алғанымызды енді оң қаратып, әдемілеп үтіктеп шығамыз. Жерін ашып отырып, оң қаратып үтіктеп аламыз. Енді жаңағы мойын ойындымызды, жағамызды алып келіп, тура арқасын белгілеп аламыз. Ортасынан, сол жерінен инемен қыстырып,
инемен қыстырып, айналдыра инемен бүйтіп қыстырып шығамыз. Мынандай артықтарын кесіп тастаймыз. Осылай инемен қыстырып шығамыз. Инемен қыстырып алдым. Енді осы жерінен бүйтіп ұзына бойы тігіс түсіріп шығамын. Міне мынаны осы жерінен ішке қарай қайырып, мына жердегі бәрін бүйтіп замогымыздың басы ішке қарай кіріп тұрады. Осы жерден міне мынандай булавкамен қадап аламыз. Осының барлығын сырт жағынан ішке қарай булавкамен қадап шығамыз. Булавкамен қадап алып, сыртынан 0,1 мм тігіс жүргізіп шығамыз. Міне біз мына сырт жағынан осылай тігіс түсіріп тігіп шықтым. Сонымен біздің стойкамыз дайын болды. Біздің бомберіміз дәл осындай болып шықты. Жеңі ұзын, жеңіл, жазда киетін бомбер.